біздің музыка сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымызды бастамастан бұрын жылы лебіздермен сәлемдесуге бастаймыз. Ән жаттап кеуге бергенмін. Енді балалар қазір бәріміз үй жұмысын қайталаймыз. Үй жұмысын мен сендерге жаттауға бердім. Дастан. Үйге бүгін ертесіне күншіліктегі поле береза стояла деген өлеңді тыңдадым. Қандай өлең бұл? Алдыңғы сабақта біз бұл туралы өткенбіз. Плясовая песня. Қазақшасы ән, күй, өлеңі. Дұрыс. Балалар енді орнымыздан тұрып, осы қазір әнді жайлаймыз. Орындаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты патриотты деген сөздің мағынасын білу. Құрманғазы сарапқа күйін тыңдау, еңбектің өз елін әнін тыңдаймыз, оны біз өз ойымызды жеткіземіз. Одан кейін тілендердің өз елін деген әнін үйренеміз, оны орындаймыз. Балалар, патриот деген сөзін қалай сендер түсінесіңдер? Дастан айта тұршы. Мен патриот деген сөзді өзінің елін жақсы, өте қатты құрметтейтін және жақсы көретін, сыйлайтын адамды мен осылай түсінемін. Өте дұрыс. Патриот деген сөздің баламасы бар ма? Ұлтжанды, отаншыл деген айтуға бола ма? Иә, болады. Болады, оны қалай түсінесің? Отаншыл, ұлтжанды деген өзінің елін, жерін сүйетін адамды біз патриот деп айтамыз. Дұрыс балалар. Келесі енді біздің қазіргі тыңдайтын әніміз Құрманғазының Сарыарқа күйі. Балалар, қазір біз Құрманғазы күйін Сарыарқа тыңдадық. Осы күй енді сендерге қандай әсер қалдырды? Сендерді отансүйгіштік, отаншылдық сезімдерді оятты ма бұл күй? Алған әсерлеріңді қандай сөздермен сипаттауға болады балалар? Енді мына жердегі кестеге қарап, осы жерде сөздер жазылған. Енді осы сөздермен сендер қандай сөздермен сипаттауға болады? Жаңағы сендердің естіген күйлеріңді. Қандай сезім оятты күй? Қандай сөздермен сипаттайсыңдар мына кестедегі? Максим. Отан, сүйікті, сендердің жүректеріңді қозғады ма бұл күй естіген кезде? Қозғады, иә? Қандай сөздермен сипаттауға болады? Алтын дала, дұрыс. Көңілді, иә? Жылдам, дұрыс. Сендерге айтып кеттім, иә? Патриот деген сөз, грек сөзінен аударғанда отандас, отан деген мағынаны білдіреді. Патриоттық ұлтжандылық сезімнен балама сөздері құрметтеу, сыйлау, сүю, өз еліне, халқына, тіліне, өнеріне құрметпен қарау, отаныңды, жеріңді сүю, мақтан тұту, адамдармен сыйластыққа бейбіт қатар өмір сүру. Патриоттық музыка деген балалар, ол үлкен күшке ие, ол адамның рухын оятып, ерлікке жетелейді. Жүрегіне ел жандылықты, отан деген
сүйіспеншілік сезімін қояды. Жаңа бізде дастан осы патриоттық музыка не дегеніміз дегенде осы сұраққа кәдімгідей жауап берді. Иә? Тағы да айтып шықсы. Дастан, патриоттық музыка дегеніміз не ол? Патриоттық музыка деген өте үлкен күшке ие. Бұл адамның рухын, өзінің ішіндегі патриоттық сезімін сыртқа шығарады. Отан деген сүйіспеншілік сезімін. Ал балалар, мына тақтаға назар аударайық. Осы кісіні білесіңдер ме? Осы кісі кім деп ойлайсыңдар? Шапағат. Бұл кісі композитор, жазушы. Бұл кісінің өлеңдері мен тыңдаған. Бұл кісінің өлеңдері жүрекке жігер береді, адамды оятады. Бұл кісіні тыңдауға мен кеңес беремін. Жарайсың, жақсы. Бұл балалар біздің Нұрғиса Кендиевіміз. Бұл кісі қазақ халқының ақыны, өзі сазгер. Бұл кісінің көптеген шығармашылық жұмыстары. Сол шығармашылық жұмыстарының біреуі Ата толғау, Аңсау, Аққу, Көш керуен, Атадан мұра. Бұл кісі Қазақстан Республикасының мемлекет президентінің иегері, халық қаһарманы. Енді балалар, біз қазір осы кісінің жазған өз елім әнін тыңдаймыз және оны орындаймыз. Thank you.
ойыңызша бұл ән орынды мәнері адамды толғандырды ма? Шапаға? Иә, бұл өлең адамды толғандырды. Бұл өлең маған қатты ұнап қалды. Бұл өлең жүрекке қатты жігер береді. Ер жігер береді. Адамға көңіл күй береді. Жақсы көңіл күй береді. Бұл өлеңді тыңдауға кеңес беремін бәріне. Сарыарқа күйі және өзенім әнінің айырмашылығы мен ұқсастығы неде? Айсана айтыңызшы. Бұл жерде сарыарқа ол күй болса, ал өзенім ол ән. Және де екеуінің ұқсастығы, ол екеуі де патриоттық сезім туралы айтылған. Дұрыс, жақсы. Дастан, сен айта ғой. Жаңағы Арсан айтып кеткендей, сарыарқа бұл күй, ал өзенім бұл ән болып саналады. Және екеуі де патриоттық сезімді, яғни өз отанына сүйіспеншілік, құрметте соны жеткізеді. Жарайсың. Балалар, әннің әуені мен өлеңі, әннің мазмұнын, музыкалық бейнесін ашты ма? Мерей, жауап берші. Бұл әнге әннің әуені мен өлеңнің әнін және мазмұны олар сәйкес келді. Және бұл ән өте керемет жазылған. Балалар, бұл әнді орындап тыңдаған кезде бұл ән сендерге қандай әсер қалдырды балалар? Керемет! Балалар, қазір бәріміз тақтаға бір-бірден шығамыз. Мына жерде екі аспап берілген. Тақтаға шығасыңдар да мына жерде нотаны таңдайсыңдар. Қай нота қандай аспапқа түседі, сол аспаптағы неге топқа барып отырасыңдар. Келіңдер бар. Кел бір-бірден келе беріңдер. Ал бас. Ал балалар, домбыра тобына бүгінгі естіген Құрманғазы Сарыарқа күйінің және өз елім әнін айырмашылығы мен ұқсастығын осы қағазға түсіресіңдер. Келесі сыбызғы тобына мына бүгінгі шыққан әндердің әсерін жазасыңдар. Өздері білесіңдер, сөйіп дейсіңдер ма? Сөзбен жазасыңдар ма? Балалар, дайынсыздар, енді келесі кезек постер қорғау. Бірінші бізге тақтаға домбыра шығарды, өзінің постерін қорғайды. Біз домбыра тобымыз. Домбыра ол қазақтың көне аспабы. Біз өз елім және Сарыарқа туралы айырмашылықтарды және ұқсастықтарын айқындап берген. Өз елім деген ән ретінде жазылған. Бұл ән патриоттық сезімді оятады, сүйіспеншілікті. Бұл ән сөзбен жазылады. Ал Сарыарқа күйі, ол Сарыарқа деген күймен орындалады. Ол ән ретінде әсер тигізіп, сезім оятады. Ол күй тез орындалады. Сарыарқа Сөз кезек сендерге беріледі, сыбызғы тобына. Бұл суреттен Сарыарқа және өз елім ән және күйлерін сипаттайды. Сарыарқа күйінде алтын дала, сары дала болып суреттейді. Қазір бізде тәуелсіздік бар. Енді балалар, біз бір-бірімізді бағалаймыз. Домбыра тобы сыбызғы тобын бағалайды, сыбызғы тобы домбыра тобын бағалайды. Шапалақ айтысымен бір-бірімізді бағалаймыз. Сыбызғы тобы домбыра тобына қандай баға бересіңдер? Шапалақ айтысымен бағалаймыз. Келесі домбыра сыбызғы тобын бағалаймыз. Балалар, бүгін біз осы тақырыптан алған көңілді ноталар рефлексия арқылы қазір сабақтың қорытындысын жасаймыз.